Әлемдегі пандемиямен күрес күллі адамзат баласын біріктірді. Қазір халықтың өмір сүру дағдысы, карантин талаптары бірдей. Осы ретте Атырау телеарнасы шетелдегі қандастарымызбен байланыс орнатты. Англияда коронавирус инфекциясын жұқтырғандардың саны бойынша көш басында Лондон қаласы тұр. Науқастардың саны көбейіп кеткен соншалық, жергілікті ауруханаларда халықты қабылдайтын орын жоқ. Сондықтан дәрігерлер індет жұқтырғандарға оқшауланып, өздігінен емделуге кеңес береді. Гүлшекер Қуанбай Англиядағы отандасымыздың бірі. Бізге сол жақтағы ахуал туралы әлеуметтік желі арқылы сұхбат берді. Біріншіден алғашқы пандемия жарияланған кезде бір аптадай барлық жерде ажиотаж болды. Шыны керек, жаңағы дәретхана қағаз таусылды деген сияқты ажиотаж болды, бірақ көпке созылған жоқ. Бір апта уақыт ішінде бәрі қайтадан орнына келді. Баға өсуі кездеспеді. Яғни халықтың бір үрейін оятатындай ештеңе болмады. Мұнда азық-түліктерді, қажетті дәрі-дәрмектерді әлдеқайда төмен бағамен сататын науқандар өткізіліп тұрады. Демек, халық арасында шиеленіс не дағдарыс жоқ. Ал шағын және орта бизнес өкілдеріне Англияда арнайы көмек көрсетілген. Күнкөріске жететін жәрдемақы төленеді. Карантин талаптарының жеңілдіктері де тікелей тұрғындардың жауапкершілігіне байланысты. Егер сіз жаңағы дистанцияны сақтай алсаңыз, сіз өзіңіздің сақтық шараңызды қамтамасыз ете алсаңыз, келесі кезеңнен бастап сіз жеңілдетілген карантин режимі бойынша жұмысыңызға кірісе беруіңізге болады. Деген сияқты осындай әр адамның өзіне жауапкершілік беріп қойған. Бірақ бұл әрине ағылшындарға ұнамайды, себебі бұлар нақты бір ережемен, нақты көрсетілген заңмен, тіпті қазір көптеген ағылшындардың өздері үкіметке қарсы келді, реніштерін білдірді, вирусты осынша таратқанына кінәлісіңдер дегенде пікірлер кездестірді. Пікірлерін емін еркін айтып үйренген халық қой, сол себепті. Ал Түркиядағы ахуалмен сол жақтағы білім алып жатқан отандасымыз Ердәулет Жаһанша бөлісті. Мұнда жергілікті билік тарапынан әр азаматқа бір апта тағуға болатын бетперде таратылған. Сондай қала арасындағы байланыс жалпы шаһардағы тыныс-тіршілік тоқтаған. Дүйсенбі мен жұма күндері аралығында тек қана маңызы бар деген нысандарда ғана жұмыс істеуге рұқсат берілген. Сенбі, жексенбі күні елдің барлық аймақтарында көшеге шығуға тыйым салынған. Бұл тыйымдар алдағы ораза айт кезінде, яғни мамырдың 23 мен 26 аралығында да жалғаспақ. Ресми мәліметтерге сүйенетін болсақ, маусым айының 12-сінен бастап шетелдермен ұшақ қатынасы басталмақ. Ал шілде айынан бастап елге туристерді қабылдау басталады. Ресми деректерге сүйенсек, Түркияда вирус жұқтырған 152 мыңға жуық адам тіркелген, соның 4199-ы қайтыс болған. Мұнда да сақтық шаралары күшейтілген, тіпті әскери коменданттық сағат енгізілген. Зейнерғали, Атырау телеарнасы.